Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өте дәмді палау дайындайтын боламыз. Бізге ет, сары сәбіз, қызыл сәбіз, пияз, сарымсақ керек болады. Сәбіздерімізді видеодағыдай ұзынша етіп тураймыз. Сәбіздерімізді турап аламыз. Енді пиязымызды тураймыз. Пиязымызды турап алып, қазанымызға сұйық майымызды құйып, етімізді қызып тұрған майға салып, шамалап үстінен тұз салып, қуырамыз. Қатты қуырудың қажеті жоқ. Дәл осылай қуырылған кезде пиязымызды саламыз. Пиязымыздың түсі сап-сары болған кезде сәбізімізді салып, сәбізімізді суы шыққанша асықпай қуырамыз. Су құятын боламыз. Еті батып тұрғанша құямыз суымызды. Тұзын қарап, шамамен тұз салып, ортасына сарымсағымызды салып, жуған күрішімізді саламыз. Дәл осы видеодағыдай күрішімізді салып, үстін кішкене тегістеп басып қараймыз. Су қажет болса құямыз. Мен су құймадым, өйткені суы орташа болды. Суының аз көптігін білу үшін осылай қасықпен білсеңіздер болады. Қасығымыз толса, суы орташа жақсы деген сөз. Егерде қасығыңыз толмаса, су құю керек болады. Дәл осылай қайнаған жерлерін ортасына қарай жинап, қасықтың ұшымен осылай ойып, орталары жақсы қайнау үшін, суы тартылу үшін мүмкіндік береміз. Дәл осылай қайнайды палауымыз. Артық сулары тез кететін болады. Соның үшін осылай ойған дұрыс. Енді артық су бар деп ойласаңыздар, дәл осылай деп астына қарай артық суларын жіберуге болады. Осылай тегістеп, таза пакетімізді алып, ауа өтпейтіндей етіп жауып, он 15-20 минутқа жай отта қалдырамыз. Біздің палауымыз дайын болды. Дәл осылай әдемі болып піседі. Араластырып, сарымсағымызды аламыз, етімізді алып, жақсылап палауымызды араластырамыз. Дәл осы видеодағыдай араластырып,
тәрелкемізге салып дастарханымызға ұсынамыз. Менің видео рецептім ұнаған болса, менің каналыма лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Эльмира.